Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен бірге капустаны сәбіз қосып маринадтайтын боламыз. Сонымен бізге керек капуста, сәбіз, май, шекер, тұз, сарымсақ, қарабұрыш, лавр жапырағы және уксус керек болады, 9%. Сонымен алдымен маринадын дайындап аламыз. Майды, уксусты, соның үстіне тұзымызды және шекерімізді, лавр жапырағы менен қарабұрышымызды қосып, қайнағанша қайнатпаймыз. Қайнап келе жатқанда өшіріп қоямыз. Оны алдын ала істейміз, өйткені ол суып тұру керек. Сосын асықпай капустамызды, сәбізімізді турайтын боламыз. Капустамызды осылай майда етіп тураймыз. Сәбізімізді түргіден өткізіп аламыз. Сәбізімізді түргіден өткізіп алдық. Осындай етіп, енді капустамыз кеңдеп отызға саламыз. Сәбізбен араластырып, кішкене қатты емес, кішкене жаншылайтын боламыз. Бұл жерде тұз ештеңе қоспаймыз, өйткені маринадымызды дайындап қойғанбыз. Міне осы біркелкі етіп сәбізін араластырып аламыз. Міне біздің маринадымыз суып, дайын болып тұр. Енді ыңғайлы ыдысымызға орналастыратын боламыз. Бұл жерде сарымсағын қостық. Міне енді өзімізге ыңғайлы ыдысымызға нығыздап саламыз. Өте нығыздап отырамыз. Жартылай салған кезде маринадын бір құйып қоямыз. Сосын ең соңында үстіне тағы құятын боламыз. Осылай. Өте мықтылап, нығыздап. Енді қалған маринадымызды үстіне құямыз. Міне осының үстіне тарелка жауып, ауыр затпен қойып қоямыз. Бұл бір 3-4 күнде маринадталады. Осы ыдысымен тұруға да болады. Болмаса банкілерге салып, ыңғайлы етіп қоюыңызға да болады. Міне 3-4 күн өтті. 2 литрлік банкі болып шықты. Сіздермен бірге болған Лейла. Комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар.